Зұлым Купидон. Ертегілерде әдетте дуаның күші ханзада ханшайымды сүйген кезде жойылады. Неге екенін кім айта алады? Өйткені махаббат қана дуаның күшін жоя алады. Дұрыс айтасың, Роуз. Алайда өкінішке қарай мұндай жағдай ертегілердің тек 87%-ында ғана болады. Сондықтан... Рахмет, Макс, түсіндік. Адриан, бүгінгі тақырыпты жазып отырған шығарсың. Жаңа ғана не туралы айтқанымызды естідің бе? Сиқырдың күшін ханзада ғана жоялады, өйткені зұлымдықты махаббат қана жеңеді дедіңіздер. Жарайсың, Адриан. Балалар, бүгін Шарль Перронның ұйқыдағы ару ертегісін оқуды ұмытпаңдар. Бәріңді тағы да махаббат күнімен құттықтаймын. Сен бара бер, мен артыңнан қуып жетем. Сәлем, Адриан, өтінен қолыңды қойшы. Хлоя, білесің бе, қолтаңба таратқанды ұнатпаймын. Қолтаңбаң керек емес. Біз атшалмандарды қорғау мақсатында петицияға қол жинап жүрміз. Үстеріне кигізіп қойған ұсқынсыз жемпірлерді көрмедің бе? Маринет, қарның ашты ма? Әлде әдемі киім іздеп жүрсің бе? Оларға мән бермей көңіл күйіңді түсіріп қайтесің. Дұрыс айтасың, Тики. Шашын қою қап-қара, көзін көгілдір әдемі. Сенсіз маған өмір жоқ, айта алмаймын сырымды іштегі. Бетпердені тез шешіп, келеді көргім бейнеңді. Сүйіктім болшы менің, болайық бірге мәңгі. Неткен әдемі сөздер. Кімге арналған өлең екен? Шашын қою қап-қара, көзің гүлдей әдемі. Саған? Маған ба? Мектепте көз әдемі қара шашты қыздар толып жүр ғой. Иә, ал көзі көгілдір қыздар ше? Ал бетперде туралы не үшін жазды екен? Бұл поэзия, ол сенің ішкі дүниең тереңдегісі келген. Маринет, ол сені жақын танығысы келеді. Өлең саған арналған. Шымшышы мені. Ойнап айттым ғой. Математикадан бақылау оп-оңай болды. Не істеп тұрсың? Махаббат күні операциясы басталсын. Интернет-дүкендер тауарларына жүргізген зерттеуімнің қорытындысы бойынша, мына бұйым қыздар арасында ең танымал. О! Жарайсың, Макс! Бұл жолы оның көңілін табатын болдым. Махаббат бейсбол секілді. Жоспар құрмасаң жеңілесің. Егер нысанаға дөп тигізсең, жеңіс қолыңда деген сөз. Я, метафора деп осыны айт. Мета немене? Әдемісін ай, маған ба? Жоқ, саған емес, Алия. Бұйымның иесі баяғыда анықталып қойған. Ол... үніңді өшір. Жаңалық кем ғашық болып қалыпты. Бұл бақытты жан кім болды екен? Шынында да әдемі киім. Оған ұнайтынына сенімдімін. Алдымен сыйлықты алу керек. Алмай қойса не істейм? Олай деме, киім берілме. Тек алға. Алған бетіңнен тайма. Махаббат күні операциясы жасасын! Оның жүретін жолы сарымен белгіленген. Ал сенікі қызылмен. Егер сағатына 15 шақырмен жүгірсең, белгіленген жерге 14,5 минут бұрын жетесің. Бұл Париждегі ең романтикалық жерлердің ішінен 3-ші орында. Алға! Рахмет, достар! Арамызда біреу ақыл айтудың алдына жан салмайды, ал өзі ешкімді тыңдамайды. Кеттік. Дұрыс айтасың, оған айтуым керек. Нені айтасың? Болды, мен Адрианға сезімімді білдірем. Жоқ, хат жазамын. Иә, оған махаббат хатын жолдаймын. Иә. Махаббат күні операциясы жасасын. Ой, сондай Қандай сымбат. Армандамай қойыңдар, қыздар. Бұл жігіттің басы бос емес. Әлемдегі ең сұлу қызға сүйіктім Хлояға арналған махаббат пен Адриан. Ал мына қыз неге жыламай тұр?